Баршаларыңызға күн қайырлы болсын. Бүгін сіздермен үй жағдайында лакомкалар жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен сүтімізге қантымыздың үстінен тұзымызды саламыз. Дәл осылай кезектестіріп, ендігі кезекте ашытқымызды салатын боламыз. Ашытқымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, жақсылап қозғап араластырып алатын боламыз. Сармайымыз бөлме температурасында тұрғандықтан жартылай ғана ериді. Осындай күйге енгеннен соң үстіне жылы суымызды құямыз. Жылы суымыздың үстіне ұнымызды салып, аздап бөліп 2-3 бөлікке бөліп, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыздың бәрін бірдей салып жіберуге болмайды, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Міне осындай жұмсақ қамырымыздың үстіне сұйық майымызды жағамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі болғандықтан, ұнды бөліп салғанымыз дұрыс, жұмсақ болып үйленуі тиіс. Қамырымыздың үстіне пищевой пленканы жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Міне, бізде 1 сағат уақыт өтті. 1 сағаттан соң біздің қамырымыз осындай болады. Айта кетерлік бір жайт, мен өте көп лакомкалар жасадым. Менде 32 штук лакомка шықты. Егер де сізге көп қажет болмаса, описание бөлімінде жазып кеткен құрамын 2 есе азайтып жасауларыңызға да болады. Қамырларымызды осылай кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп болған соң дөңгелетіп алып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Міне, бізде 15 минут уақыт өтті. Біздің қамырларымыз кішкене тынып, кішкене көлемін де өзгертті. Енді осы қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы осы видеода көрсетілгендей болуы тиіс. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа болуы керек. Осылай 2-ге бүктеп саламыз. Себебі біздің қамырымыз піскеннен соң ортасына крем жағуымыз керек болады. Міне осылай бірінен соң бірін қайталап жайып шығамыз. Біз бәрін жайып, ыдысымызға орналастырып болдық. Содан соң осылай бетін жауып, және 15-20 минутқа қоямыз. 15-20 минут өткеннен соң кішкене өзінің көлемін өзгертеді. Сосын пешке салар алдында осылай жұмыртқамызды бетіне жақсылап жағып аламыз да 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Біздің лакомкамыз пісеміз дегенше, біз кремін жасауға кірісеміз. Кремін жасау үшін алдымен бөлме температурасында тұрған сармайымызды миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан соң үстіне изгушонкамызды құйып, екеуін бірге тағы да миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Ешқандай іртіксіз, өте нәзік крем болып шығады. Енді біз піскен лакомкаларымызды алдымен жақсылап суытып аламыз. Толықтай суығаннан соң ғана осылай пышақтың көмегімен
лакомкаларымыздың ортасын ашып аламыз. Енді дайын кремімізді ортасына жағып шығамыз, және сән үшін кішкене ғана шет-шетіне шығарып жағуымыз керек болады. Бірінен соң бірін осылай қайталаймыз. Енді бір лакомкамызды алып, осылай қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Егерде сіздерде блендер болса, ол блендермен жұмыс жасаған ыңғайлы, алайда мен осылай қолыммен толықтай үгітіп шықтым. Енді осылай лакомкаларымыздың шетіне жағылған креміміздің үстіне осылай батырып шығатын боламыз. Дәл осылай барлық лакомкамызды осылай безендіріп шығатын боламыз. Міне біздің лакомкаларымыз дайын, өте нәзік, керемет болып шығады. Үй жағдайында жасауға болады. Жасап көрулеріңізді ұсынамын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Арнама жазылып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Менде алда бұдан да керемет рецепттер болатын болады. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар.